Бүгін 20 мамыр, аралық нәтижені көрсеткелі тұрмын. Бірінші қатарда көріп тұрғаныңыздай, бұл қиярдың өскіндері шығып келе жатыр. Екінші қатарға мен карликовый деп аталатын қызанақты еккен едім. Бұның тек қана бір ғана өскіні шығып келе жатыр. Қалғандарында ешқандай ештеңе көрінбей тұр. Сосын мына жерде үшінші қатардың алғашқы екі ұяшығында менде черри қызанағы, ал қалған екеуінде қызыл бұрыш. Әзірге бұл жерден ешқандай өскін көріп тұрған жоқпын. Жалпы әртүрлі әдебиеттерге қарасақ, қызанақ негізінде 5-7 күннің арасында алғашқы өскіні шығу керек екен. Бүгін 23 мамыр, мен тұқымдарды еккеннен бері тура бір апта өтті. Тұқымды еккеннен кейін 3 күннен кейін бірінші болып қиярдың өскіні жарып шықты. Міне 7 күннің ішінде бұның биіктігі, сабақтың биіктігі мынандай дәрежеге жетті. Көріп отырғаныңыздай, черри қызанағы бұл 5 күннен кейін алғашқы өскін пайда болды, ал 2 күннің ішінде мынандай дәрежеге жетті. Екінші қатардың екінші орнына еккен дәннен ештеңе жарып шықпады. Міне қалған үшеуі шықты да, мына біреуі жарып шықпады. Енді төртінші қатардың алғашқы 2 орнында менде ергежейлі қызанақ еккен болатынмын. Міне ергежейлі қызанақ өсіп шықты. Мына жерге 2 дән салған екенмін. Одан 2 сабақ өсіп шықты. Мына жерде біреу. Ал мына 2 орында менде қызыл бұрыш. Байқап отырғаныңыздай, міне қызыл бұрыштың біреуінен ғана кішкене сабақ өсіп келе жатыр. Мен көкөністерді отырғызғалы бері міне 2 апта өтті. Бүгін 30 мамыр. Міне бірінші қатарда менде қиярлар өсіп тұр. Қиярлардың биіктігі міне 4-6 елінің шамасындай. Екінші қатарда менде қызанақта өсіп шықты жапырақтары. Мен енді бүгін бәрін басқа ыдысқа отырғызамын. Ал мына жерде менде қызыл бұрыш. Негізінде менде мына жерге отырғызған қызанағым өспей қалды. Сосын бұл жерге қызанақ отырғызып қойдым. Мына екеуі менде черри қызанағы, ал мына екеуі қызыл бұрыш. Қазір су құямын және сосын басқа ыдысқа отырғызамын. Міне қиярларды мынадай бөлек ыдысқа отырғызып қойдым. Әзірше осы ыдыста болады. Сәл өскеннен кейін 3 литрлік, 5 литрлік ыдысқа қайта отырғызамын. Ал қызанақ пен қызыл бұрыш осы тұғырдың ішінде әзірше өседі. Келесі аптаға дейін өсу деңгейін байқаймын. Келесі аптада егер қатты өсіп жатса, бұларды да бөлек ыдысқа ауыстырамын.